Так, мына тренердің индивидуальный 100 000 теңге тұрады екен. Что-то осыған барам ғой деймін. Оу, стоп, 100 000-ға қандай тренерге барайын деп жатсың сен? Білмеймін, мынаны танымаймын негізі, бірақ формасына қарасам негізі нормальный денесі бар. По идее, осыған барсам осындай дене маған да шарт береді ғой деймін. Сен оны танымасаң қалай алайын деп жатсың? Бірінші хотя бы инстаграмына кіріп, өзінің жетістіктері бар ма, результаттар, клиенттардың результатын соларды қарасайшы біраз. Так, қарап көрейін. По идее, өзінің жетістіктерін ештеңесін жазбаған. Просто денесі бар екен. И учениктер до после, по идее, ешқандай дым салмаған негізі. Бауырым, қара, сен 100 000 теңге төлеп отқаннан кейін ол аз ақша емес. Поэтому тренер жақсылап таңдауың керек. Ол тренердің просто формасына қарап қате, өйткені ол бір тренерден услуга алды, допустим, білімі бар. И сол арқылы тренировкасын істеп форматты, допустим, солай денесін шығарып алды. Сен оны бірінші только денесін емес, бірінші клиенттардың результаттарына қарауың керек. Обязательно, өйткені біреуге үйрету бір бөлек нәрсе, өзің істеу бір бөлек нәрсе. Және ол тренердің қаяқтан білім алғандарын, клиенттарын, пікірлерін, қандай результат шығарғанын сен барлығын қарауың керек. Яғни тренерді дәл осылай таңдайтын болсаң, сен никогда қателеспейтін боласың. Все, брат, от души келесіде осы критерийлерге сай тренерді іздейтін боламын.